Баршаңызға сәлем. Мен каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен болған Қатира. Бүгін сіздерге осындай әдемі сарафан тігілу жолын көрсететін боламын. Менімен бірге алыстамаңыздар. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта видеоларымды жіберіп алмас үшін. Онда бастайық. Маған осындай мата керек. Бұл атлас мата. Мен бұны осылай өзіме керекті жеріне шейін алып аламын. Бұл өзі солдырап қолға тұрмайды, иә. Мата сонда мата жылтырмада. Бұны екі бүктеп аламын. Екі бүктеп дайындап алам. Екі бүктегеннен кейін бұны енді үстіне дайын лекаламды қойып, бар жоғы екі-ақ лекаладан шығатын өте оңай сарафан. Сосын кішкене бауы ғана кетеді ленталасы. Лекаламды қойып алдым. Енді жақсылап тұрып бұны сызып алатын болам үстінен. Бұл 48 размер. Өзіме 48 размерді алдым. Өте үлкен өрдің қажеті жоқ. Тура сол размермен өлшеп аламын. Сол аралықты сызып шығатын боламын. Сызып енді осыны қиып аламын. Қыздар, жақын уақытта осының нәккісін тіктім. Енді соны салатын боламын. Осы сарафан сыртына нәккісін киіп аласыздар. Енді солай екінші лекаламды сызып алдым. Енді оны да қиып алатын боламын. Бәрін өстіп дайындап алам. Екі бүктедім екі шетінен. Өстіп қиып алдым, дайындап. Енді